Ең күзгі жеміс асқабақ. Оның бай витаминдік құрамы және төмен калориялық құрамы бар. Бұл өсімдік жиі диеталық тамақтану элементіне айналады. Бірақ тіпті ең пайдалы өнім дұрыс пайдаланбаған жағдайда қауіпті болуы мүмкін. Мен сіздерге асқабақтың ағзаға қандай пайдасы бар екенін және бұл көкөністі диетаға қосу зиянды болуы мүмкін екенін айтатын боламын. Алдымен каналыма тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Асқабақтың пайдасы. Асқабақ дәрумендердің қоймасы болып табылады және олардың көп бөлігі тек целлюлозада ғана емес, сонымен қатар тұқымдар мен гүлдерде де кездеседі. Асқабақта каротин сәбізге қарағанда 4-5 есе көп. Каротиндер ағзада А дәруменіне айналады. Ол көру үшін жақсы, сонымен қатар күшті антиоксидант болып табылады. Асқабақтың құрамында С, Е, К дәрумендері және В дәрумендерінің барлығы дерлік бар. Тұқымда көптеген микроэлементтер бар, ал мырыш мөлшері бойынша асқабақ тұқымдары көкөністер арасында алғашқы үштікке кіреді. Асқабақ көру қабілеті нашарлағандарға, қаназдықтан жапа шегетіндерге көмек бере алады. Құрамындағы жасанды талшықтың, судың және жасұнықтың көп мөлшерінің арқасында артық салмақтан арылғысы келетіндер үшін де таптырмайтын ем. Асқабақ ағзаны шлактан тазартып, зат алмасуды тұрақтандырады. Несеп жыныс жүйесінің көптеген ауруларын емдеуге көмектеседі. Несеп айдаушы, қабынуға қарсы өт айдағыш қасиеті бар және де паразиттерді жояды. Төмен калориялы болғандықтан асқабақ тамаша диеталық өнім болып саналады. Өйткені оның құрамында крахмал, холестерин және транс майлары жоқ. Қант аз, бірақ ас қорытуға пайдалы талшық көп. 100 грамм целлюлозаның калория мөлшері тек 22 калды құрайды. Асқабақтың зияны. Тіпті пайдалы өнім зиянды болуы мүмкін. Сондықтан ықтимал қарсы көрсеткіштерді ескеру керек. Шикі асқабақты асқазан ішек жолдарының қабыну аурулары бар адамдарға, сондай-ақ өт қабында және бүйректе тастары бар адамдарға қолдануға болмайды. Өйткені асқабақтың холеритикалық әсері бар және тастардың қозғалуысын тудыруы мүмкін. Шикі көкөністерді қорыту қиынырақ, сондықтан өңделмеген асқабақты жас балалар мен қарт адамдарға бермеген дұрыс. Қант диабетімен ауыратындар да асқабақпен айналыспауы керек, өйткені бұл қандағы қант деңгейінің жоғарылауына әкелуі мүмкін. Кейде бұл көкөністі жиі тұтыну ісінуді және бос нәжістерді тудыруы мүмкін. Содан кейін порция мөлшері мен пайдалану жиілігін азайту керек. Асқабақты шамадан тыс тұтыну жалған каротинді сарғаюға әкелуі мүмкін. Көкөніс құрамындағы каротин терінің сарғаюын тудырады. Кейде жеке төзімсіздік пен аллергия пайда болады. Бұл жағдайда өнімнен бас тартқан дұрыс. Асқабақты жеуге болмайтын жағдайлар. Асқазанның және 12 елшектің ойық жарасының жедел кезеңі. Осы өнімге тағамдық аллергияның болуы, ас қорытудың бұзылуы кезеңі, гипотензия, қышқылдықтың жоғарылауы, балалардың жасы 6 айға дейін. Достар, сіздермен бөліскім келгені осылар еді. Видео пайдалы болған болса, каналыма жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.